Бүгінгі сабақтың тақырыбы бөлшекті бөлшекке бөлу. Бөлшекті бөлшекке бөлу үшін не істейміз? Мына жерде А бөлінген Б бөлшек өрнегін М бөлінген N бөлшек өрнегіне бөлу керек. Бөлшекті бөлшекке бөлуді былай орындаймыз. А бөлінген Б бөлу М бөлінген N. Біз алдыңғы сабақтардың бірінде берілген бөлшекке кері бөлшек деген ұғымды білеміз. Берілген бөлшекке кері бөлшекті анықтау үшін ол көбейтіндісі бірге тең болатын бөлшектерді табатынбыз. Енді соны осы бөлу кезінде қолданамыз. Бөлшекті бөлшекке бөлгенде бірінші бөлшекке екінші бөлшектің кері бөлшегін көбейтеміз. Бірінші бөлшекке екінші бөлшектің кері бөлшегін көбейтеміз. N бөлінген M-ді. Яғни бірінші бөлшектің өзін өзгеріссіз қалдырамыз да, ал бөлу амалын көбейту амалымен алмастырып, екінші бөлшектің кері бөлшегін жазып көбейтеміз. Сонда бөлшекті бөлшекке көбейту ережесін білеміз. Бөліміне көбейтіп, нәтиженің бөліміне жазамыз. Алымында тұрған өрнекке көбейтеміз де, нәтиженің алымына жазамыз. AN, мінекей. Сонда Б-ны М-ге көбейтсең Б-М, А-ны Н-ге көбейтсек А-Н болады. Бөлшекті бөлшекке көбейту ережесі. Осыған мысал келтірейік. Бірінші айталық 3х-тен y-ті бөлейік y квадрат бөлінген 6х-ке. Қалай бөлейік екенбіз? Бірінші бөлшектің өзін жазамыз. 3х-тен y көбейту, екінші бөлшекті оған кері бөлшекке ауыстырып жазамыз. Яғни y квадрат бөлшектің бөліміне жазылады, ал 6х-ті бөлшектің алымына жазамыз. Бөлшектің алымына бөліміне көбейтеміз. Сонда 3xy квадрат 6xy деп жазамыз. Немесе бөлшектің алымында да бөлімінде де бірдей көбейткіш кездесетін болса, онда оны қысқартып жібереміз. Сонда 6, 3, екеуіне де бірдей көбейткіш 3 болады. Екеуінде 3-ке бөліп жіберетін болса, 3-тің орнында 1, 6-ның орнында 2 қалады. X-тің 1 дәрежесі мен X-тің 1 дәрежесі қысқарып кетеді. Y-тің 1 дәрежесі мен Y-тің 2 дәрежесі Y-тің 1 дәрежесіне қысқарады. Сонда Y1-нің дәреженің орнында 1 қалады да, ал Y квадраттың орнында Y қалады. Сонда нәтижесінде 2 бөлінген Y деген өрнек шығады екен. Бөлшекті бөлшекке бөлуге мысал келтірейік. Жаңа өзіміз айтқандай, бөлшекті бөлшекке бөлу үшін бірінші бөлшекті екінші бөлшектің кері бөлшегіне көбейтеміз дедік. Яғни соны жазамыз. Бірінші бөлшектің өзі жазылады. Енді бұл жерде бірден ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып, қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып, көбейткіштерге жіктеп жазайық. Сонда бірінші бөлшектің алымынан А-ны жақша сыртына шығарамыз. Сонда m квадрат минус n квадрат болады. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы бізге m минус n, m плюс n. Екі өрнектің қосындысы мен олардың айырмасының көбейтіндісін береді. Ал енді бөлшектің бөлімінде тұрған өрнек m квадрат плюс 2mn плюс n квадрат, бұл екі өрнектің қосындысының квадратын береді. m плюс n-ның квадраты көбейту дедік, ал екінші бөлшекті оған кері бөлшекпен жазамыз дедік. Демек, оның бөлімінде тұрған 3m плюс 3n-ді алымына жазамыз, ал алымында тұрған өрнекті бөліміне жазамыз. Сонда алымына жазылатын өрнектен 3 жақшаның сыртына шығады екен, m плюс n. Ал алымында тұрған өрнектен А-ны жақша сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде m квадрат минус 2mn плюс n квадрат, яғни m минус n-ның квадратын береді екен. Екі өрнектің айырмасының толық квадраты. Енді мінекей, екі бөлшектің арасында көбейту амалы болды. Енді бөлшекті бөлшекке көбейткенде, егер бірінші бөлшектің алымында, екінші бөлшектің бөлімінде және бірінші бөлшектің бөлімінде бірдей көбейткіштер бар болатын болса, онда қысқартып жібереміз. Тура сол сияқты екінші бөлшектің алымына бірдей көбейткіш болса, бөлшектің бөлімінде қысқартамыз. Нелер қысқарады? Бірінші бөлшектің алымында тұрған А, екінші бөлшектің бөлімінде тұрған А мен қысқарады. m минус n, екінші бөлшектің бөлімінде m минус n-ның квадратымен қысқарады. Сонда мінекей қысқарады екен. Тағы не қысқарады? m плюс n квадрат, ал бөлшектің алымында m плюс n,
m плюс n өзіне өзі көбейтіліп тұр, яғни бұл m плюс n-нің квадраты болады. Сонда біздің бөлшегіміздің бөлімінде тұрған мына өрнек тұтастай қысқарып кетеді екен. Сонда не қалды қысқарылмаған? Бөлшектің алымында 3, ал бөлімінде m минус n қалды. m минус n. Келесі мысал мынандай үлкен бөлшек түрінде берілген. Осы бөлшектің алымында тұрған өрнекті бөлшектің бөлімінде тұрған өрнекке бөлу керек. Оны біз қалай орындаймыз? Бірінші, алымында тұрған бөлшектің екі бөлшектің айырмасы түрінде беріліп тұрғанын көріп тұрмыз. Олай болса, біз бөлшекті бөлшектен азайтып аламыз. Әртүрлі бөлімде әртүрлі өрнектер тұр, ортақ бөлімге келтіріп азайту керек. Сонда біз бұны былай деп жазсақ болады. Бірінші бөлшектің бөлімінде x минус 1, екінші бөлшектің бөлімінде x тұр. Ендеше оны ортақ бөлім ретінде осы екі өрнектің көбейтіндісін аламыз. Мынау болады. Енді x бірінші бөлшектің алымының толықтауышы болады. X-ті x-ке көбейтсек, x квадрат болады. Екі бөлшектің арасында минус таңбасы тұр. Енді x плюс 1-ді x минус 1-ге көбейтеміз. x плюс 1-дің x минус 1-ге көбейтіндісі x квадрат минус 1 болады. X квадрат минус 1-ді минус таңбасы бар жақшамен ашсақ, сонда минус x квадрат плюс 1 болады. Ал екінші бөлшектің бөлімінде тұрған өрнекті де дәл осылай ортақ бөлімге келтірсек, бөлімінде x плюс 1 көбейту x болады. X-ті x-ке көбейтіп жібереміз. X квадрат минус x плюс 1-ді x минус 1-ге көбейтеміз тура жаңағыдай. Сонда x квадрат минус 1 болады. Мына минустың әсерінен минус x квадрат плюс 1 деп жазсақ болады екен. Енді арғарай не дейміз? Тең. Сонда бірінші бөлшектің алымында тұрған өрнекті мына жақтағы бөлімінде тұрған өрнек ретінде қарастырамыз да, алымын бөліміне бөлеміз. Сонда бізде мынандай шығады. Бірінші x квадрат минус x квадратты жойып алайық. Сонда бөлшектің алымында 1, бөлімінде x минус 1 көбейтілген x болады. Көбейту деп жазайық. Мына жақтан x квадрат пен x квадрат жойылады. Бөлуді көбейтумен алмастырғанда берілген бөлшек өзінің кері бөлшегіне ауысады. Яғни бізде бір бөлшектің бөліміне, ал келесі бөлімінде тұрған x плюс 1 көбейту x өзі жазылады екен. Сонда бізде қысқарады, x пен x қысқарады. X пен x-ті қысқартамыз, сонда x плюс 1 бөлімінде x минус 1 деген өрнек қалады екен. Келесі мысал, мына өрнекті екінші өрнекке бөлу берілген. Енді біз бірден бөлуді орындамаймыз. Бірінші біз жақшаның ішіндегі тұрған өрнектерді орындап аламыз. Сонда бірінші амал деп қояйық. Бірінші жақшаның ішіндегі өрнекті ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім ретінде x минус y-ті аламыз. Сонда x минус y-ті x-ке көбейтеміз. x квадрат минус xy болады. Минус, енді екінші бөлшектің алымында тұрған өрнек минус жақшасыменен жазылады, минус бар жақшаны ашқанда минус x минус y деп жазамыз. Енді y-тің бөлімінде 1 тұрғандықтан, оның да толықтауыш көбейткіш ретінде x минус y көбейтіледі. Сонда плюс xy минус y квадрат болады. Ортақ бөлімге келтіргенде осы өрнек шығады. Енді ұқсас мүшесін біріктіріп, қысқаратынын қысқартып жіберейік. Сонда x минус y бөлшектің бөлімінде тұрады. X квадратқа ұқсас мүше жоқ, оның өзін жазамыз. X квадрат, ал минус xy пен плюс xy қарама-қарсы болғандықтан олар жойылады. Минус y квадраттың өзін жазайық. Минус x минус y-тің өзін жазамыз. Минус x минус y. Енді бұл жерде бөлшектің алымында тұрған өрнекті топтау тәсіліменен және қысқаша көбейту формуласын пайдаланып көбейткішке жіктеп жіберсек болады. Сонда бізде не болады? X квадрат минус y квадратты бір топтасақ, бізде x минус y, x плюс y шығады. Ал минус x минус y-тен минусты жақша сыртына шығарып жіберсек, x плюс y деген қалады. Бөлімінде тұрған x минус y-тің өзін жазып қоямыз. Сонда не болады? Сонда бөлшектің алымында тұрған өрнектерді x плюс y ортақ көбейткіш болып жақша сыртына шығып кетеді. X плюс y жақша сыртына шықса, жақшаның ішінде x минус y минус екінші өрнектің орнында 1 қалады. X минус y минус 1.
ал бөлшектің бөлімінде тұрған x минус y-тің өзі жазылады. Бұл бірінші жақшаның ішіндегі өрнектің мәні. Екінші амалдың мәні болады. Екінші бірден азайтамыз, x квадрат минус y квадрат ортақ бөлім ретінде жазылсын. X квадрат минус y квадрат. Оны бірге көбейтсек, x квадрат минус y квадрат болады. Минус енді бөлшектің алымында тұрған өрнектердің таңбасын ауыстырып жазсақ, минус 2y минус 1 болады. Сонда x квадрат минус y квадраттың өзі, ал алымында бізде ұқсас мүше жоқ, бірақ мынандай өрнек тұр. Минус y квадрат, минус 2y, минус 1. Осыда минусты жақша сыртына шығарсақ, бізде мынау шығады. X квадрат минус y квадрат плюс болады, 2y плюс 1 дейміз. Бұл бізге y плюс 1-дің квадратын береді. Соны жазайық. Сонда x квадрат минус y плюс 1-дің квадраты, ал бөлімінде x квадрат минус y квадраттың өзі жазылсын. Бұны не үшін жаздық? Біз екі өрнектің квадраттарының айырмасын көбейткіштерге жіктеуді білеміз. Ал x квадрат минус y минус 1-дің квадратын көбейткіштерге жіктесек, бұлай жіктеледі. x минус болғанда жақшаның ішіндегі өрнектің таңбасы өзгереді. y минус 1. Екінші жақшада x плюс болғанда жақшаның ішіндегі таңба өзгеріссіз жазылады. y плюс 1. Ал бөлшектің бөлімі қысқаша көбейту формуласы тура жаңағыдай x минус y, x плюс y деп көбейткіштерге жіктеледі. Енді үшінші амал не істейді? Үшінші амалда бірінші жақшадан шыққан өрнекті екінші жақшадан шыққан өрнекке бөлеміз. Яғни бірінші жақшадан шыққан өрнектің өзін көшіріп жазайық. Бұл жерде x плюс y көбейтілген x минус y минус 1 шығады. Бөлімінде x минус y тұр. Көбейту деп жазайық бірден. Бөлшекті бөлшекке бөлгенде бірінші бөлшекті екінші бөлшектің кері бөлшегіне көбейтеміз дедік. Көбейтеміз, жаңағы екінші амалдан шыққан өрнекті кері бөлшекпен жазамыз. Яғни бөлімінде тұрған x минус y пен x плюс y-тің көбейтіндісін алымына жазамыз. Ал алымында тұрған өрнекті бөліміне жазамыз. Ол бізде x минус y минус 1 бірінші жақшада, екінші жақшада x плюс y плюс 1 болады. Енді көбейту кезінде қысқаратындары болса қысқартып жібереміз. Бізде не қысқарады? x минус y. Міне, x минус y минус 1 бөлшектің алымында да бөлімінде де ортақ көбейткіш болып тұр. Және x минус y мынау ортақ көбейткіш болып тұр. Бөлшектің алымындағы тұрған екі өрнекті өзіне өзін көбейтем, сонда ол x плюс y-тің квадраты болады екен. Ал бөлшектің бөлімінде тек осы өрнектің өзі қалады. x плюс y плюс 1. Енді мынаны екі өрнектің қосындысының квадратын ашып жазсақ, x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат болады. Ал бөлімінде x плюс y плюс 1-дің өзін жазып қоямыз.